Міне ескіні алсаң есің кетеді деп бекер айтпаған екен да. Міне енді ақша жинайын деп жиналды деп келетсең мынау шығып тұрады ғой әйтеуір біреу. Генератор. Заряд бермейді дұрыстап. Соны міне турецкий деп бір магазиннан алдым. Китайский ғой деймін негізі бұл. Бірақ үш жерде шығады екен да бұл. Польша, Турция и Китай. Польша, Турция, Китайда шығады екен. Көреміз енді қандай болатынын. Ішкиін салдырдым қазір. 20-80 амперлігін алдым. 80 ампер. Қолмен жазып қойыпты 80 ампер деп. Амал жоқ енді. Осыны алдық. Көреміз енді қалай жұмыс істейтінін. Вот міне. Мына генератордың шешуін өзі әжептәуір жұмыс екен. Генераторды босаттық. Бірінші рет істеп көріп отырмын генераторын. Бірінші рет шешіп отырмын. Новый генераторды алдық 85 мыңға. Қазір енді саламыз. Заряд беріп тұр негізі. Бірақ печка, автономка, фар бәрін қосқанда 26-та бір сөйтіп беріп тұр да. Қыс ішінде қорықтым далада бір жерде. Өшірген кезде от алдырмай қалама деп. Далада ауыз ұрылғанша есіктің алдында істейін дедім осылай. Не болса да.